Құлдық сананың заманауи көрінісі. Неге адамдар өздерінің киімін, тамағын, әшекейін, брендтерін баршаға көрсетіп әлек болады? Себебі бұл тек мақтанғысы келетін адамның әрекеті емес, бұл таршылықтың ізі қалған сана. Егер сен бала кезіңде менде жоқ деген сезіммен өскен болсаң, арзан тозығы жеткен киім киген, қарапайым тамақ жеген, ал басқаларда бәрі бар деп сырттан қарап жүрген болсаң, есейгенде сол кемшілікті толтырғың келеді. Мұны психологияда гештальтты жабу дейді. Бұл жай ғана қуып жету емес, бұл артығымен асыра көрсету. Сол үшін жұлдыздар киетін киімді кию, дәмін ұнатпасаң да устрицаны тапсырыс беру, Майкл Джорданның кроссовкасын кию тек мына бір ой үшін, мен де соған ұқсаймын деп. Бірақ бұл еркіндік емес, бұл басқаның стилінің көшірмесі. Бұл бұрынғы құлдық сананың жаңаша жалғасы. Тарихтағы тамырына тоқтала кетсек, 17 ғасырда Америкада құлдық жүйе енді қалыптаса бастағанда, қожайындар жүздеген құлдардың ішінен 10 ең мықты мойынсұнғыш адамдар таңдап алатын. Оларға қожайынның өз үстелінен тамақ, иығынан түскен киім берілетін. Олар құлдардың арасындағы бақылаушы құлдар болатын, қалғандарын қадағалап, тәртіпті сақтайтын. Бірақ шын мәнінде олардың міндеті биліктің бетпердесі болу еді, ал нақты билік емес. Олар баршаға көзге түсетін етіп, таза қымбат көрінетін киім киіп, байлардың ет, бәліш секілді тамағын жеп жүретін. Және мұны сол өздерінің бауырларына, басқа құлдарға көрсетіп мақтан тұтатын. Ал шындық өзгермейтін. Олар сол баяғы құл болатын. Тек үстіндегі киімдері ғана басқа, бірақ нақты билік, шынайы еркіндік оларда болған жоқ. Ғасырлар өтті, жүйе түрленді, бірақ механизм өзгерген жоқ. Қазір дәл сол мінезді Инстаграмнан, сәнді ресторандардан, тойлардан көруге болады. Ал бірінші сатыдағы адамдар әлемдік жұлдыздарды тойына шақырады. Олар байлар мен ықпалдылар. Сәл төмендегілер қазақстандық эстрада жұлдыздарын алдыртады. Ал ауыл аймақтарда аудандық жұлдыздар ән айтып, Инстаграмға шығуға армандайды. Туған күн мен той мақтаудың жетіспегені. Бар ақшасын салып, кредит алып, үйлену тойын, туған күнін тойлаудың да астарында осы жатыр. Өйткені психологиялық жарақатпен өскен адамның бойында бала кезінен өзіне деген сенімсіздік бар. Түріне, жағдайына, беделіне. Сол 4-5 сағаттық өзіне арналған тойда бір сәтке болса да өз өмірінің басты кейіпкері болғысы келеді. Жиналған жұрттың жылы тілектері, мақтаулары, қошеметі жанына жағады. Себебі күнделікті өмірде ондай сөздерді ол сирек естиді. Сол себепті адам сол кештің басты рөлін сатып алу үшін бар қаржысын құрбан етуге дайын. Қызығы, дәл осы тойға кететіндей ақшаны жақын адамы қиналып сұрап келсе, не айтса да ол адам бермейді. Өйткені сыртқы салтанат ішкі бос орыннан маңыздырақ болып кеткен. Бұл байлық туралы емес, бұл жалғыздық, мойындалмау, психологиялық жара туралы. Бұл көрінуге деген аштық, құлдық сананың жаңғырығы. Бәрі өзінен биікке, тым болмаса бір сәтке жақындағысы келеді. Баяғыда қожайынынан киім алып, үстелінен ас ішкен 10 құл секілді, олар еркін болу үшін емес, қожайынға ұқсап көріну үшін сол киімді, сол асты жеген. Жүйе адамды емес, адам жүйені өз еркімен қайталап жүр. Бірақ бұл адамның ақымақтығы емес, бұл адамның жанының ауыр жарасы. Бұл адамның жаны бала күнгі қорлануды, кемшілікті, елеусіз қалғанын сыртқы сәттілікпен жабуға тырысатынын көрсетеді. Бұл байлыққа ұмтылу емес, бұл мойындалуға, қабылдануға деген шексіз сағыныш. Сенің үстіндегі бренд емес, ішкі сенімің маңызды. Сенің мақтаулы сәтің емес, өзіңе өзің қалай қабылдайтының маңызды. Сенің рөлің емес, сенің болмысың маңызды. Нағыз еркіндік ол ұқсауға емес, өзің болуға батылың жетуі.